Әйел батылдықпен сүйіктісінің үйіне келді. Бұл Хакиге қатты ұнамады. Өйткені ол әйелдің кім екенін білетін, әкесінің. Ажырасуын қаламай, ол әйелді артқы баққа шақырып, оны кетуге көндіргісі келді. Алайда әйелдің жауабы таңғалдырды. Ол тіпті армандап та көрмеген. Әкесінің Розалиден басқа бір әйелді сүйіп қалғанын, Розали Хакиге қарсы тараптың кім екенін тікелей айтпады. Тек олардың күнделікті өмірде байқамай жүргеніне таңғалды. Әйтеуір, кетіп бара жатып, Хакиге абай болуды ескертті. Бұл Хаки сезімін күрделендірді. Қазір оған әркім сенімсіз көрінді. Анизи ашуға ерік беріп, шай кесесін төгіп жіберді. Осы сәтте Хакиге қарсы тараптың Анизи екенін анықтады. Бұл оған аса ауыр тиді. Әрі енді не істерін білмеді. Сол уақытта Айше Розалиді әкесінің кабинеті қызықтыратынын айтты. Әкесі күдік тудырмас үшін оны көрсетуге келісті. Розалидің ниеті таза емес екенін жақсы білген әкесі әйелімен бірге барды. Анизи қатты ашуланды. Баланың жылауы оны көңілін түсірді. Үшеуі кабинетке келгенде, Розали Шакирмен итальян тілінде сөйлесті. Бұл әйеліне ыңғайсыздық тудырды. Өзін сыртта қалғандай сезінді. Әйелдің түйсігі Розалиден күдік тудырды. Көз алдындағы Розали күйеуінің көп жылдық құпия көңілдесі болуы мүмкін екенін байқады. Содан соң ол қызы Хакиінің бөлмесіне кіріп, неге шындықты айтпағанын сұрады. Өзі ақмақша күйеуінің сүйіктісін қарсы алғанына күйінді. Хакие не айту керектігін білмей, анасын құшақтады. Кешкі ас соңында Шакир кітап бөлмесіне жұмысқа бармақ болды. Анизи бұл кезде баланы қарауға кететінін айтты. Екеуінің ауаша қалуына Сара мүлде мүмкіндік бермеді. Өзі де шаршағанын айтты. Ол келіннің Шакирдің үйінде еркін әрекет етуіне жол бермеуді қалады. Келесі күні Сара мен Хакие қонақ бөлмеде газет қарады. Бірақ Хакие газет оқуға ниеті болмады. Әпкесі Сарамен сөйлескісі келді. Бұл мүлде бөлек тақырып еді. Өйткені кешке Сараның әрекеттерінен ол Сараның бұл істен хабардар екенін аңғарған еді. Ал соңғы уақытта Сараның өз үйінде тұруы бір нәрсенің дұрыс еместігін көрсететін. Бірақ Хакие әкесімен Анезиге күмәнданып жүргенін айтқанда, Сара бірден ойланбастан қарсы шықты және Хакиге басқалардың ісіне араласпауын айтты. Келесі сәтте ол Изметтің бөлмесіне кірді. Ол Изметтің жағдайды дұрыс бағалап, Анезиге үй ішінде ойына келгенін істетпеуді тапсырды. Инесі бір күдікті сезсе де, Сарадан жасқанып, шындықпен бетпе-бет келуге батылы жетпей отыр еді. Бұл Сараның ашуын тудырды. Сара оған тіпті өз қызының да бұл жағдайдан хабардар болғанын айтты. Ол енді Изметтің бәрін елемей, үнсіз қала беруін қоймаса, отбасының бұзылуы мүмкін деді. Ол өткенді есіне алды. Осы отбасы үшін өз жастығын, өмірін құрбан етіп, өзінен әлдеқайда үлкен адамға тұрмысқа шыққан еді. Оның бәрін інісінің болашақта бақытты болуы үшін істеген. Мұны айтқанда, оның көзіне еріксіз жас келді. Егер Измет осылай қол қусырып, ештеңе істемей отыра беретін болса, Сараның өзі әрекетке көшетінін қатты ескертіп айтты. Шакирдің суықтығы Розалидің жүрегіне қатты тиді. Ол енді бұл ренішті ешқашан ұмытпайтынын, әйелді ренжітуге болмайды. Себебі ол ренжісе, атқан оғы тура тиетінін ескертті. Розали өзіне серт берді. Ол міндетті түрде Шакирді барша халықтың көзінше масқара ететінін, кербез түрде бұрылып кетіп қалды. Бұл тек сыртқы түр еді. Ол жақын маңда адам жоқ жерге барып, жылап алды. Ал бұл кезде үйде қызметші мен Сара Розалидің Шакирді бақылап жүргенін сөз етіп отырды. Сара ашуланды. Бірақ оның көз қиығымен Анези төменде тығылып тыңдап тұрғанын көріп, әдейі сөзін өзгертіп жіберді. Ол өзіне бәрібір екенін, Шакирдің басқа қыз табуына қарсы емес екенін айтты. Егер Измет сәл сергек болса, Шакир сыртта бұлай ұзақ жылдар бойы әйел ұстай алмас еді. Әрі Сара олардың бүгін құпия кездесуге баруы мүмкін екенін болжады. Мұны естіген Анези қатты абыржып қалды. Не болып жатқанын анықтау үшін ол баланы жаңа ғана келген бағбан балаға ұстатып, өзі жасырын сыртқа шығып кетті. Измет үйден шығып, немересін бағбан бала құшағында көргенде таң қалып, Анезидің қайда кеткенін сұрады. Оны асығыс сыртқа шыққанын ести сала, Измет те бөгелместен соңынан ерді. Анези Шакирді табу үшін оның күнделікті жүретін көшесімен жүріп өтті. Ақыры Шакирдің жалғыз өзі жұмысқа бара жатқанын көргенде, бойындағы уайым сейіліп, көңілі жай тапты. Ал Измет Анезиді іздеп шыққан кезде, алыстан бір әйелдің жылап отырғанын байқап қалды. Жақындап барса, ол Розали екен. Измет сәл кідіріп, өзін жинап алды да, батылданып, Розалиге қарай жақындады. Измет оған қол орамалын ұсынды. Розали оның жүзіне бір сәт қарап, үнсіз ғана орамалды алды да, жылауын жалғастыра берді. Измет кетуге бұрылғанда, Розали оны тоқтатып, орамалды қайта ұсынды. Изметтің оған еш аяушылық сезімі болмады, оған тіке қарап, жоқ, қалсын, мен бұл орамалмен талай рет көз жасымды сүрткенмін. Енді сіздің кезегіңіз деді де бұрылып жүріп кетті. Қайтып келе жатқан жолда Измет Анезиге жолыға қалды. Ол Анезидің үйден не үшін асығыс шыққанын жақсы білетін, ашуға булыққан күйі келіннің бетінен шапалақпен тартып жіберді. Сол сәтте үйден шығып келе жатқан Суат бұл көріністі байқап қалды. Ол анасына ренжіп, неге олай істедің? Не үшін Анезиді ұрдың? деп сұрады. Анасы шындықты жасырып, жағдайды басқаша түсіндіруге тырысты. Ол бар кінәні Анезиге артып, ол баланы кішкентай қызметшіге қалай сеніп қалдырды. Қарап жүре алмайды ғой, деп айттай бастады.
Бұл жағдай Суатты әбден ашуландырды. Соншалықты болмашы нәрсе үшін өз әйелін ұрғаны мүлдем шектен шыққан әрекет еді. Ол алдымен әйелін үйге қайтуын өтінді. Артынша анасына қатты сөздер айтып айыптады. Суат анасының мұндай қадамға не үшін барғанын түсіне алмады. Алғашқы күннен-ақ анасы Анизиді жақсы қабылдағанын айтты, дегенмен Суат тек өз көзімен көргеніне ғана сенетін. Бөлмеге оралған соң Суат әйелін жұбатуға тырысты. Розали үйге қайта оралғанда Джеват оны көріп қатты қуанды. Тіпті қуаныштан басындағы шляпасы жерге құлап, бірнеше рет домалап кетті. Ол Розалимен жылы сөйлескісі келді, бірақ Розалидің көңіл күйі жоқ еді. Оның айтқан ондаған сөзіне Розалиден бір ғана қысқа жауап қайтты. Розалидің өзін танығанын естігенде Джеват мәз болып қалды. Алайда келесі сәтте Розали үндеместен үйге кіріп кетті. Мұны көрген Өзген күлкісін тыя алмай, Джеваттың жаңа ғана ұялып қалғанын айтып мәз болды. Бірақ Розали оған да мән бермей, өзін шаршап тұрғанын айтып бөлмесіне кіріп кетті. Бұл көңіл күйді мүлдем бұзды. Осыдан кейін Өзген сыртқа шығып, Джеватты тоқтатты. Оның көңілі түсіп тұрғанын көріп, ол Розалидің ұялып қалғанын айтты. Әсіресе сен сияқты нағыз сыпайы жігіттің алдында, деді. Мұны естіген Джеваттың көздері жайнап кетті. Тіпті жүрісі де өзіне сенімді бола бастады. Ол енді әрдайым сыпайылық қалпын сақтау керек екенін ойлап, үйіне барып айна алдында өзінше қимыл жасап, түрлі образдарды байқап, өзін сымбатты көрсетуге тырысты. Ол Розалиді өзіне ғашық қылғысы келді. Кешке Джеват басқалардың алдында көрінгенде бәрі таңырқап қалды. Сара ұлын көріп, бүгін оған не болғанын түсіне алмай, неге әдеттегідей емес, мүлдем басқа стильде киініп алғанын сұрады. Джеват өзін аздап жаңаша көрсеткісі келгенін айтты. Сосын өзгелерге, сендерге ұнамай ма деп сұрады. Сараға бұл өте ұнады. Ол керемет деп қуана айтты. Залда отырғандардың барлығы да бір-бірлеп өз пікірлерін білдіріп, өте жақсы, ұнады деп мақтауын жаудырды.